Нардан хаттар түсіп жатыр ағайындар. Бекарыстың айтысы дұрыс бағаланбады дейді. Ақындар негізгі айтыс тақырыбына ауытқымай айтысы екен. Құрметпен Әнуарбек Шекербекұлы дейді. Қала ағартушысының озық қызметкері. Жаттанды сөз айтпай тек бір-бірімен айтыса болар еді дейді. Енді сондай айтыстың кезегі келді-ау деймін мына жерден. Айнұр Тұрсынбаева, Астана. Қажымұқан Абзалов, Оңтүстік Қазақстан. Шындықтың шегесіндей шымыр тілге ешкім жасай алмайды бүгін түрме. Себебімен тәуелсіз азат елмін, бұл сөзді ұрандайды ұлын күнде. Ассалаумағалейкум қазақ елі 5,5 ғасыр тұрған түбір түрде. Сол уақытта сауылған боз биенің кеп тұрмыз сарғымызын сіміртуге. Қазақтың мемлекеті болмаған деп дұшпан емес досымыз түңілтуде. Әркім кеп табаласа елім сені ертең-ақ айналады күнің түнге. Еңбегі қайда керей Жәнібектің, өткенге шамаң бар көз жүгіртуге. Соған қарсы қазақтың қандығының тойын тойлап жатырмыз шұғыл түрде. Алла деп алып ұшып мен де жеттім, болған соң атым емес құным тілде. Кешегі ертеңгі болашағың өлмеу үшін кешегі тарихыңды тірілтуге. Бүгін бәрі өткенді ашуды екен, ашқан сайын мерейі тасуды екен. Біз ордалы оңтүстік өлкесіміз рухани жарық мекен, жасыл мекен. Шыңғысқа шылбыр салды отырарым 12-13 ғасыр мекен. Қазақ тіккен шаңырақ шарғаласы Созақ пен Қаратаудың қасында екен. Ал енді Түркістаным тіпті бөлек, барлық астаналардың басында екен. 200 жылдан аса астана боп, қазақтың даңқын әрі асырды екен. Жас үлкен бас қаламыз осы болса, қасиетті жері мен тасында екен. Жоқ және Түркістанға тең астана, тарихта хан болмаса Қасымға тең. Жаңа астана сап берді қазағыма, ел басқарып отырған асыл көкем. Бірақ бүкіл түркелі мойындаған Түркістанға қала жоқ расында тең. Көкеміз астанада отырған мен астананың көкесі осында екен. Мә мынау кәдімгідей тірай нұрма, суретпе кофияма шынай нұрма, ұстап көрсем болама жайлап барып, бірақ қалай барамын мұнай нұрға. Бір емес екі көзге сенбей тұрмын, әйтпесе мен халықтан сұраймын ба. Тағдырдың тосын сыйы тақ келгенде не істеймін, күлем бе жылаймын ба. Қалайсыз Айнұр әпке қош келіпсіз, жас баламен шықтым деп мұңайдың ба. Әлі де ашылмаған бір айғырға сұрақтарып отыршы шырайлы ұлға. Шымкенттің самсасы мен палауындай менде әпке өзіңізге ұнаймын ба. Ағайын бүгін менде арман бар ма, құдіретін қараңыз Құдайдың да. Көктегі аймен күнің теңескенде аққумен қатар қондым бір айдынға. Еу, не деген жарасымды ұялысың, сүйкімді сыпайысың, биязысың. Қаншама жас ақынмен айтыссаң да ешбіріне тимепті зиянысың. Керісінше Айнұрмен бір айтыссаң, бағыңды ашат дейді киярысың. Атағы шықпай жүрген Төреғали өзіңмен бір айтысты пиар үшін. Қалижанға бір көлік сыйлағаның таңырқатты халықтың зиялысын. Тіпті ешкім танымайтын Айнабекте өзімен тең көріп жүр қияқсын.
атақты болуына билет болдың сырымдай тұлпарлардың тұяғы үшін. Қасыңа жарты сағат отырғызып, соларды жұлдыз еткен ұямысың. Сондықтан сен әдейі сұрап алдым, мағанда бір еміңді құямысың. Бір сәтте жұлдыз қылып жіберуге 20 минут уақытыңды қиямысың. Қорықпа, қолыңды құр қалдырмаймын, қанша теңге тұрады сиянысың ай. Ойбай-ау мынау қай бала, айтысып отқан көп көрім. Тақылдап тіпті қоймайсың, лапылдап жанған от бедің. Үніңмен баурап барасың, оңтүстігімнің от делін. Өлердей мақтап апаңды, білмеймін қайда беттедің. Еміңіз қанша тұрат деп, Шымкенттік мінезің менен саудаласуға кеппедің. Әр сиянысын сататын сараули ғой деп бедің. Айнұрмен шығып ботамау, әсерлендің ау сен мүлде. Сөзімді ұстап айтыспай, өзімді ұстауға келдің бе? Қасиетті жұма күнінде нәпсіңді бойға жеңдірме. Қызықпайтынға қызығып, бойдағы дәрет бұзылып, ұстап көрген соң ұнап қап, тістеп көрейін деп жүрме. Өнерді қатты сүйеді, өнерді қатты сүйеді, осы бір өлке арайлы, көтерген осы халық қой кешегі Жамбыл Абайды. Қиқулап арқа қоздырып, таңғылу шеңдері талайды. Момын боп бүгін қапсыздар, не болған өзі бүгін деп Айнұр қыздарын қарайды. Жатырқап отырсыздар ма, осы бір жаңа сарайды. Серпіліп отырыңыздар, көңілім соны қалайды. Ақын келді деп қол соғып, қол соққанда да мұл соғып, шапалақпенен шаңдатып шулатыңдаршы маңайды. Алла деп сөзді бастасам, желкенін керсін желгемем. Торқалы тойға келгенде тоқып көрейін зерлі өлең. Яссауидің елінде, Арыстан баптың жерінде, қорқып қалайын мен неден? Төле би атам елі бол, билігін айтқан өрменен. Бәйдібек атам елі бол, аңыз боп аты өлмеген. Домалақ анам елі бол, жаққан шырағы сөнбеген. Қажмұқан атам елі бол, намысты жатқа бермеген. Олы шәмшінің елі бол, даламды сазы тербеген. Өзбек әлінің елі бол, ұлтым деп жүріп терлеген. Исраил менен Мұхтардай, ақындардың да елі бұл, арнайтын арлы ел көлең. Әселхан Тәушен Көпбайдай, айтыскерлердің елі бол, қақалып сөзден көрмеген.
Marhabat benen Хамбибі, қаламгерлердің елі бұл білмейтін қазақ кем дегем. Ақмарал, Маржан, Карима, Айбек арыстардың елі бұл, тобынан озып ерлеген. Бекзат Батырдың елі бұл, жарық жұлдызы сөнбеген. Осындай елге келгенде тай салып қалам мен неден. Мерекелі жұрт армысың, бәйгаты кетпес кермеден. Берекелі жұрт армысың, бесігін қызыр тербеген. Қажымхан інім қалайсың? Қаранарлардың ботасы, жұлдыз ғып мені шығар деп жүректе барау қапасы. Шын жұлдыздардың мекені осы Шымкент емес пе? Сөзімнің жоқ қой қатасы. Ортаңда жүр ғой Әселхан, айтыскерлердің апасы. Көпендей ағаң ән отыр, пародияның папасы. Менен де биік емес пе сол асылдардың сапасы. Хас таланттарды өріп біткен Қаратауымның жотасы. Алыстан іздеп қайтесің, оңтүстігіңнен шығады небір өнердің атасы. Өлеңнің тәжін кигізіп, төбемді көкке тигізіп, менен де жұлдыз жасаған осы халықтың батасы. Халқым, сен осы Айнұрды көтеріп ең, айтыстың жүлде беріп жетеуінен. Ал енді мені көтер деген едім, өтінішім кетті ғой бекерімен. Сылтауын көбейтті де сылап сипап, құтылды жүргізуші көпенімен және Әселхан апа екеуімен. Әпкетай, мен оларға қалай барам? Беделіне зор құрмет ете білем. Көпен деген көкеміз Алатау ғой, биіктігі қыранның мекенінен. Ал Әселхан апамыз Қаратау ғой, тұла бойы гүлденген бетегімен. Сау адам сәл биікке жету үшін таулардың бастамай ма етегінен. Сондықтан Қажымұханда қате бар ма? Сахнаға шықпаған бөтенімен биік таудың етегін басу үшін әпкесінің ұстаған етегінен най. Қолыңыздан ұстасақ енді өсеміз, қойыңыз сеансқа көнбесеңіз. Сауда деген Шымкенттің мінезі дейді. Ал енді осы жерде белдесеміз. Тарихтан мен бір мысал келтірейін, ақыры мәмілеге көнбесеңіз. Абылайдың тұсында болған сауда керуенге толыпты, жол көшеміз. Қытаймен сауда саттық жасап долар, алысып берісті кемдесеңіз. Ең алғашқы сауданы бастағанда керуенге толыпты жол көшеміз. Ол керуенді қабанбай бастап барған тарихты оқып көріңіз, сенбесеңіз. Өйткен ол сауда тілін түсінген еді. Әпкетай, сізде солай ерлесеңіз, себебі қабанбайдай найман едің. Сауданы сенен үйленіп теңдесеміз. Сондықтан сауда деген Шымкенттік деп жарар еді, бұл баланы бөлмесеңіз. Шымкенттік мінезді айтпа дейді, қой алмайды екенмін қой десеңіз. Біз жай ғана Шымкенттік мінезбенен әркіммен өз тілінде сөйлесеміз.
ардагер аталардың әр күн өткен сыр төгіп соғыс дейтін портреттен. Биыл бізде жеңістің 70 жылы, көкжиекке көккеде даңқы жеткен. Елімнің елдігі үшін ер бауыржан ең қуатты қаруын тәртіп еткен. Рейхстагқа ту тігіп ер Рахымжан сұм соғыстың сейілді қарқын еппен. Бүгін үшін, бүгінгі күнің үшін еллерің күн кешті ғой тауқыметпен. Ұлтының болашағы өсу үшін ұл қызының қызығын тәркіт еткен. Кеудесін қалқан қылып пана болып жұртымды алып шықты тартынектен. Батырлар өтті өмірден отбасы емес отанының тағдырын артық еткен. Берлинге барар жолда жан тапсырып, бақытқа барар жолда тартып еткен. Әпкетай ақмаңдайлы асқан керім майысы отыратын жасталмедің. Сізді көріп шатасып отырмын мен. Мөлдір бұлақ, сен мөлдір бұлақтарға басталмедың. Әдейі әке шешемді ертіп келдім, шамам келмей қалар деп жастау менің. Тіл табысып кететін кім келсе де шолыпсы сыңғырлаған шашпаулы едің. Самарқанның көк тасын жібітердей жүзіңнен жылы шуақ шашқан бедің. Айтысып қатты саған айталмайды тіпті бұзық ринатпен Аспанбегің. Басқа түгіл жібетіп жібердің ғой, қыз көрсе көңілімді қашқан менің. 75 жылдай бұрын өмір сүрсең, соғысып дүрлікпеспет аспан жерің. Гитлердің алдына бір кіргізсек, сызылып әңгімеңді бастар медің. Немісті керіспеуге келістіріп, жаңағы әңгімемді растар медің. 5 жылға созбақтамай сұм соғысты 5 минуттақ бітіріп тастар медің. Айтысқа шығып ақын боп, көрсеткеннен соң ақыр бой. Тамсанып келген ел жұртқа айтқан дұрыс қой татымды ой. Әдемі қалжың бастапсың, аяқтай алсаң мақұл ғой. Гитлерге барып кел дейді, айтама десем ақылды ой. Аты Қажымұқан болғанға қорқақ екен ғой мынауың деп жүрсе мұны батыл ғой. Қажымқан атаң соғысқа ұшақ жіберген батыр ғой. Мына Қажымқан ұялмай мені жібергел жатыр ғой. Гитлерді айтып ботамау, жүрегің неге мұздады? Тоңдырмас екен алашты соғыстың суық ызғары. Батыр қыздар көп қазақта, бойында тұнған ізгары. Әлия апам ерліктің үлгісіндей ғой бізгәлі. Мәншүктей апам раушандай мөлдіреп өскен мұздағы. Қайтпайтын Хиуаз апамыз құрандай биік құздағы. Солардың рухын көтерсек деп жырлауға дәл бүгін Айнұрдың жетер ізгәні. Дұшпанмен қайтпай шайқасып, жандарын беріп айқасып, азаптың бәрін көтерген қазақтың қайран қыздары. Ақындар келді алдыңа, алаша жұртым ардағым. Өткенге бір сәт оралып, тарихты жырмен жалғадым. Азаттық үшін айқасқан қаншама батыр сардарым.
қан менен жуып көйлегін қашырған дұшпан жауларын, іргесін елдің қалаған Жәнібек Керей хандарым, ал керегеңді кеңейткен Қасым мен Тәуке заңғарым, оғын қаққан қар үйдің, оғын елдің қадаған Алаш ордашыл нарларым, қазығын қаққан қар үйдің Дін Мұхаммедтей тарланым, Нұр Сұлтан ағам көтерген тәуелсіз елдің шаңырағын, тереземізді тең қылып, егемен еркін ел қылып, Алашқа Аллам бұйыртқан Абылай ханның арманын. Бабына келген жүйрікке жөн болар елден баталған, түріңе сенің болайын Айнұрды көріп оталған. Әке шешеммен келдім деп ыржаңдап жетіп келіпті, келгендей алыс сапардан. Жалғыз әйелді жеңе алмай, жан ұясымен жабылған, мынауғай дұшпан тақалған. Жандарбекпеден айтыссам, маған жақтасып кететін Айтақын дейтін қаһарман. Сондықтан бүгін қайтпаймын, жерім жоқ сөзден қақалған. Мамаңнан қауіп болмаса, қорықпаймын ғой папаңнан. Ау жарамас анамызды дүр етуің, керісінше әкемізді құл етуің. Айтақынды айтып енді келіп, қара менің әкемді жыр етуін. Папаңнан қорықпаймын деп қоясың, білемін оған әкем күлетінін. Білмейсің бе бұл жақтың еркектері үйінде қандай күйде жүретінін? Анамда алғаш кезде асау болған бұрынғы өткеннен білетінім. Келе жұмсарып кеткен олда, бұл жерде еш жағдай жоқ күлетұғын. Көрдің бе Шымкенттің еркектерін әйелдің тілін табу білетінін? Бір күн ол сені де бағындырады, белгілі сен жымыңдап жүретінің. Бұл сөзіме сенбесең әпке таяй, бір әкеммен тұрып көрші бір-екі күн. Мендегі бір батырдың есімі ғой, бұл есім талайлардың несібі ғой. Әйелдің бір қолында әлем болса, бір қолында тербелген бесігі ғой. Сондықтан Гитлерге кірсін деген әншейін ініңіздің шешімі ғой. Жылылық жеңсін дебем жауыздықты, әйтпесе айтпаймын ғой есірі бой. Жер жүзінде болып жатқан бүкіл соғыс еркекше сөйлескеннің кесірі ғой. Ал зардабын шегетін соғыстан соң сөйлескен еркектердің жесірі ғой. Ұстаса ұлтшылдығын, діндарлығын, демек бүгін айтатын күн барлығын. Қасым хан билеп еді қазағымды, дәл олдай басқарып еді кім қандығын. Батыс Еуропаға шығу үшін саяси байланыстар құрғандығын білеміз, тарихтардан оқып білдік, елдерменен өте тату тұрғандығын. Ал сосын Тахир деген хан келіпті, бірақ оны білетін кім бар бүгін? Соғысып көрші жатқан үш елменде дұшпанның жеңе алмапты мыңнан бірін. Қара бұлттай түйілді ол қазаққа, халыққа туып еді сындарлы күн. Ал енді осы күнге аман жеттік, уақыттың қараңыздар жылдамдығын. Бүкіл әлемдегі ұлттармен доспыз қазір, осыны жырлас екен ұлдар бүгін. Тахир жайлы тарихын айтып тұр ғой, берекеңнің бірлікте тұрғандығын. Азапты тарихыңның жетістігі, азаттық аспанында туған күнің.
Аллаға адал құлдың күнін кешкен, бергеніңе шүкір деп күбірлескен. Аман бол қалған қалық керейлер мен Жәнібектер бастаған жұмыр көштен. Абылайдың аңсаған арманына ақырын жетіп алдық сүрінбестен. Пейіліңе мейірім берсін Құдай, айтқаным айдай келіп кідірместен. Ал енді мәңгілік ел мәртебем боп, көшті түзу бастайық кідірместен. Қабақ ашық халықтың аспан ашық, өзімізге тұрса да білінбестен. Байрағың сол аспанның бейнесіндей ашық тұрған бұлтпенен бүлінбестен. Көгінде күн тұрғанмен бұлт болмаған, ешқашан шығармашы туыңдестен. Бұл күнде ең бақытты ел біз ғанамыз, бұлтсыз аспан астында ғұмыр кешкен. Ат жалынды атанның қоңындағы бұл елдің жаман дейтін жоғылдары. Мен де сондай жігіттің біреу едім, айнұрын бағалайтын қолындағы. Ханшайымы болып қал қартаймайтын айтыскер ақындардың тобындағы. Онсыз да осы айтыста ой сұрап тұр Тәушел мен Әселханның орындары. Аман бол айтыстағы айдың нұры, қазақтың жарқырай бер көгіндәлі. Бәрібір бір ай нұрдай бола алмайды, қанша қыз айтысса да соңыңдағы. Аспанда сансыз жұлдыз болғанымен айдан сұлу емес қой оның бәрі. Өзгерте алар біз емес, бір жаратқанның жарлығын. Жақсы ырымға балап ем бүгінгі күннің жаңбырын. Бір-екі күн менің әкеммен тұра тұршы деп Құдай ау айтты ғой мынау қалжыңын. Қарсыластардың бәрінің әкесі менен күн кешсем не болмақ менің тағдырым. Бекарыс мана әсемге бір-екі күн тұршы менімен деп айтып еді ән жырын. Шымкенттің ақындарын ай қонақ боп келе қалғанда басымдыңдар ау әрбірің. Бекарыс бастап қағынып, қыз келіншекке жабылып, бір-екі күндік тірлікке көшкенсіңдер ме барлығың ай. Біздерге шабыт берсе екен Қаратауымның жартасы. Қызым деп мені жатсын бас осынау елдің ортасы. Біздің еркектер мықты деп қозды ғой мұның арқасы. Қабырға болса аналар, әкелер қазы қартасы. Кесегет болса еркектер, әйелдер соның сорпасы. Мықтымын деп мақтанба, түсінбес елдің ортасы. Ал өзі болса ай нұрды гитлерге қарай айдап сап төгіліп отыр сорпасы. Әкеммен біраз тұршы деп гитлерге барып кірші деп қызық қой салған қолқасы. Азаматтарға дем берген, асқақтамауды жөн көрген, мықты боп жүрсе еркектер аналарымның арқасы. Қажымхан інім байқаймын, өлеңнен маржан тергенсің. Ісіңді Алла қолдаса, күшіңді бүгін ел көрсін. Бәйдібек бабаң аулынан осы аламанға келгенсің. Орны бөлек орынбай туып өскен жерденсің. Айнабек атаң секілді сөйлесең сөзге мергенсің.
Ақмарал ақын апаңа батасын берген елденсің. Оңтүстік елі өзіңді солардан қалай кем көрсін. Айналайын ағайын тәуекел еткен баланы, өсіретінде сендерсің, өшіретінде сендерсің. Теңізге шықтың кеме боп, желкеніңді желгерсін. Намысты қорғар ұлыңа жаратқан Аллам дем берсін. Ал Қазылар алқасы Айнұр Тұрсынбаева. 10, 4, 5. Қажымұқан Абзалов, оңтүстік Қазақстан. 1-8, 1-10, 3-9.